Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз есептегіштер. Дәлірек айтқанда, екілік есептегіштер. Екілік атайтып тұрғанда есептегіш дегендеріміз бізде логикалық элементтердің арасында есептеуге көмектеседі. Есептеу дегеніміз белгілі бір санауды арттырып отырып, белгілі бір импульстардың санын немесе белгілі бір сигналдардың санын нақтылап санап көрсету. Бізде есептегіштердің, екілік есептегіштердің жұмыс істеу логикасы өте оңай. Негізі есептегіштерді ағылшын тілінде каунтер деп аталады. Сол себепте оларды СТ деген белгімен белгілейді. Және де ол екілік есептегіш болған соң, жанына 2 деген символ қосылады. Осындай есептегішімізді бізде кез келген есептегіште кемі 2 кірісі болады, және де разрядына байланысты шығысы болады. Біз 4 разрядты екілік есептегіште аламыз, яғни біз 4 шығысы болады. 0, 1, 2, 3. Ал бізде кірісі, бірінші кірісі каунтер, екіншісі ресет. Бізде ең оңай екілік разрядты осы біздің есептегішіміздің ақиқат кестесін бейнелейтін болсақ, так, бізде Q0, Q1, Q2, Q. Не бізде осындай ақиқат кестесі болады. Бізде каждый кірген каунтердің импульсы осы бізде выходқа келесі деп бейнелей алады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші каунтерлеріміз осындай бізде шығыстағы ақиқат кестесі осындай болады. Ал егер де бізге осы есептегішіміздің разрядтылығы жетпейтін жағдайда, біз оның соңғы разрядтағы шығысын алып, келесі есептегішке жалғаймыз. Келесі есептегіштің кірісіне жалғаймыз да. Ал мына ресет, яғни сброс батырмасына мындағы ғара жалғаймыз. Сонда біздің 4 разрядты есептегішіміз 8 разрядты есептегішке айналады. Екілік есептегіштерге стандартты моделі ретінде K105 IE7 моделін келтірсек болады. Оның стандартты 4 ақпараттық кірісі бар, және де 4 шығысы бар. Ал бізде R reset кірісі бар, плюс және минус кірістері бар. Бұл біздің счетчигімізді алдыға қарайды, артқа қарайды. Яғни қосуға да, азайтуға да жүре береді. Бізде 15-тен үлкен немесе тең шығысы бар, және 0-ден кіші немесе тең шығысы бар. Бұл бізде егерде біз тағы да есептегішіміздің разрядтылығын үлкейтетін болса, сол кезде разрядтылығын келесіге қоямыз. Немесе алдыңғы бұл біздегі қатарда тұрған есептегішіміздің алдында тағы да бір есептегіш болатын болса, онда осы шығысын келесі есептегішке қосамыз. Бізде 4 ақпараттық кірістері, бұл бізде есептегішіміз қандай да бір n санынан бастайды, және де ары қарай жалғастыратын алғашқы санын кірісін беру үшін керек. Есептегіштердің келесі түрі екілік ондық. Екілік ондық есептегіштер негізінде бізде стандартты түрде есебіміз 10-ға дейін барады да, қалыпты өмірде. Сол үшін екілік ондық есептегіштер қолданады. Екілік ондық есептегіштерді әдетте секундомер, таймер сынды ондық саналық жүйесінде жұмыс істейтін салаларда қолданылады. Екілік ондық есептегіштің жазылу түрі ғана кішкене айырмашылық бар, ода ондық екенін қосымша көрсетіледі. Және де структурасы тура солай. Ал оның екілік ондық есептегішке мысал келтіретін болсақ, K155 IE6 моделі. Бұл модельде K155 IE7 моделінің дәл сондай. Оның бар айырмашылығы тек қана ондық разрядта ғана
жүретіндігі және де оның ақиқат кестесі былай бейнелеуге болады.